әрпін жазуды үйренейік. Олар бас әріп және кіші әріпке бөлінеді. Аның бас әрпі 3 элементтен тұрады. Үлгек, көлбеу сызық және белдік. Енді осы элементтерді қосамыз. Астыңғы сызықтан сәл жоғары қалам ұшын қоямыз. Доға тәрізді ілгекті көлбеу сызықпен жалғастырып, үлкен жолдың ортасына дейін көтереміз. Енді төмен қарай көлбеу сызық түсіріп, ілгек жалғастырамыз. Белбеуін сызамыз. Ал кіші әрпі 2 элементтен тұрады. Дөңгелектен және кіші ілгектен. Кіші сызықтың жоғарғы бөлігінен солға қарай дөңгелек салып, оған ілгекті қосамыз. Енді дәптеріңді ашып, менімен бірге А әріпін жазуды үйрен.